Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер, эфирде күн тәртібі ақпараттық бағдарламасы. Студияда мен жүргізуші Арипбай Ерасыл. Бүгінгі шығарылымда әлеуметтік желілер заманауи өмірдің айнасы ма, әлде алдамшы бейнесі ме? Қоғамда кең таралған онлайн платформалардың адам санасына, мінез-құлқына және қарым-қатынасы әсері қандай? Осы және өзге де өзекті сұрақтарға жауап алу үшін біз сарапшылар пікірін тыңдап, нақты деректерге жүгінетін боламыз. Алдымен бұл мәселенің терең мәнін түсіну үшін философиялық тұрғыдан қарастырып көрейік. Сөз кезегі философ Бегалы Нұрдәулетке беріледі. Ол бізге әлеуметтік желілер және шынайы болмыстың ара қатынасы туралы ой бөліседі. Маған қазіргі кездегі адамдар Платонның қараңғыр туралы аңызына ұқсас келеді. Сол аңыз бойынша адамдар қараңғырдың ішінде өмір сүреді. Қараңғы үңгірдің ішінде орналасқан көлеңкелерді адамдар шын өмір деп ойлайды екен. Бірақ негізінде шын өмір үңгірдің сыртында, яғни жарық жерде. Нәтижесінде сол адамдар шын өмірді көрмей өтеді екен. Қазір біз сол адамдар секілді болып кеттік. Біздің әлеуметтік желіміз сол қараңғыр секілді. Экранның ар жағында не болып жатқанына мән бермей шын екен деп ойлай береміз. Әдемілік, табыс, бақыт, бұның барлығы фотода бар, бірақ шын өмірде бар ма жоқ па оны білмейміз. Мән бермейміз оған. Сол үшін біздің болмысымыз ол өзіміздің шындығымызда. Бүткіл шындық біздің айналамызда. Ол жерде болып жатқан нәрселерде және адамдарда. Сол себепті бар өмірді текке өткізбей, шын өмірде орту керек. Ал бұл тақырып туралы әлеуметтік желілерде белсенді отырған адамдар не ойлайды? Сөз кезегі блогер әрі желі қолданушысы Құсайынов Санжарға беріледі. Ол күнделікті желідегі өмірдің артықшылығы мен кемшілігін өз тәжірибесі арқылы сипаттап береді. Мен желі қолданушысымын. Сол бүгін таңертең тұрдым да бірден Инстаграмға кірдім. Кім не істеп жатыр, кім қайда жүр, бәрін қарап шықтым. Анда біреу мотивация туралы айтады, біреу Дубайда қыдырып жүр, біреу өз-өзін тауып үлгерген. Ал мен болсам сол әлі телефонымды қарап, тиктокты қарап, инстаграмды қарап жүрмін. Кейде ойланам да, мен өмір сүріп жатырмын ба, әлде жай ғана қарап жүрмін бе деп. Пост салсам, кім қанша лайк басты екен деп, сторис салсам, кім көрді екен деп жүрмін. Негізі шынында бәріміз де солай сияқты ғой. Бәріміз біреу үшін өмір сүріп жатқан сияқтымыз. Өзіміз үшін емес, біреуге көрсету үшін өмір сүріп жатқан сияқтымыз. Бүгін ештеңе салмадым инстаграмға. Жай ғана тұрып, серуендеп келуді дұрыс деп санадым. Енді бұл құбылыстың адам психологиясына қалай әсер ететінін білу үшін психолог маман пікіріне құлақ түрейік. Сөз психолог Найзабек Ілиясқа беріледі. Бүгінгі күннің проблемасы әлеуметтік желілер. Әлеуметтік желілер қазіргі заманның айнасы. Яғни біз әркімнің не істеп жатқанын, не жеп, не қойғанын көріп, өзімізді салыстыра бастаймыз. Бірақ салыстыру ол ешбір жақсы затқа алып келмейді. Ол тек мазасыздықтың басталуына алып келеді. Бұрынғы философ Сартр айтқандай, басқаның көзі мен түрмем. Яғни біз басқалардың не істеп жатқанын көріп, өзіміз тәуелді болып қала береміз. Ол дұрыс емес. Яғни шынайы өмір ол фильтрсіз өмір, шынайы өмір әлеуметсіз өмір. Шынайы өмір ол бүгінгі сен. Осылайша әлеуметтік желілер біздің күнделікті өміріміздің ажырамас бөлігіне айналды. Алайда әр адам үшін басты сұрақ, біз оларды қалай және не үшін қолданамыз? Ақпаратты сын тұрғысында қабылдап, шынайылық пен жасандылықты ажырата білу бүгінгі цифрлық заманда аса маңызды. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Эфирде Арипбай Ерасыл болды.